بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم وفقنا لما تحبه وترضى اللهم ربي يسر ولا تعسر ربي تمم بالخير السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته баршаңызға Алланың мейірім, рахметі, жарылқауы, берекеті, нұры болсын. Міне, бүгінде біздер Иса мұсылман жұртшылығы қадірлі де қастерлі болған ұлық Рамазан айының алдында бүгінде соңғы Рамазан айымыздың алдындағы соңғы жұмасында қауышып отырмыз. Ертең Рамазан айының бірінші күні. Иса мұсылман бұл күнді осы Рамазан айының келуін біз ойлаймыз бірнеше уақыттардан бері, тіпті өткен жыл Рамазанды шығарып салғаннан бері бүгінгі күнге дейін осы Рамазанға Құдайым аман есен жеткізсін. Осы Рамазанды көргеніме Аллаға шүкірлік айтып, осы Рамазанның кемел оразасын ұстауға Аллам нәсіп ет деген жұртшылық бүгінде сол Рамазанға иншалла ертең қауышатын боламыз. Бұл деген сөз сол сахабаларымыздың, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның хадисінде келгеніндей, сахабаларымыз бүкіл жер бетіндегі барлық жаратылыс, көктегі періштелер Рамазан айының келуіменен қуанады екен. Ал Рамазан айы ақырына, соңына келген кезде қатты қайғы жұтып, өкініште үлкен толғауда болады екен. Себебі бұл ай рахмет, мейірім айы. Бұл ай Аллахым біздер үшін жәннаттың есіктерін ашып, жәһәннамның есіктерін, қақпаларын жапқан ай. Бұл айда біздердің күнәларымыз кешіріліп, әрбіріміздің сауаптарымыз еселеніп, молмен жазылатын ай. Бұл айда Алла субханаху ва тағала баршамызға, барлық мүмин мұсылмандарға қайырымды, мейірімді болуға, бұл айда әрбіріміз үшін Рамазан айының келуіменен қуанған әрбір азамат бұл айдың ерекше қадірлі, қастерлі екендігінің, бұл айдың Рамазан айының Құран айы екендігінің осындай қуанышпенен қарсы алуымыз керек, құрметті бауырлар. Міне, Құда қаласа ертең сол таңғы сәресіне дейін барлығымыз шын ниетімізді жасап, Алла, осы Рамазан айының оразасын биылда толық бір ай бойы ұстап шығуға Аллам нәсіп ет деп дұға етейік, құрметті жамағат. Иншалла, Аллам өзі рызық беруші, Аллам өзі күш қуатты да беруші, Аллам өзі деніміздің де, саулығымыздың да иншалла шипасын беретін де бір Алла. Біздердің ең әуелі сол Рамазанға ең үлкен дайындығымыз не? Ол мейлі бүгінде үйдегі әпке жеңгелеріміз, аналарымыз базарлық жасар. Үйде осы Рамазан айы келгенде ас мәзірінен ешқандай бір кедергі болмасын деп базарлық жасап, тар талқанымызды алып, сәресіне дайындық көрерміз. Бірлеріміз осы Рамазан айы келгеннен бастап жұмыстарымыздың, қауыр жұмыстарымыздың барлығын реттеп, Рамазан айында кішкене бір Рамазан оразасын емен еркін алаңсыз ұстау үшін сондай бір бар жұмыстарды реттеп, сондай бір дайындық көріп жатамыз. Яғни бүгінде әрбіріміздің Рамазанға деген дайындығымыз әрқыл. Ең барлығымыздың ортақ дайындығымыз
ол ниет, құрметті жамағат. Сол ниет барлығымызда бүгінде жиналған жұртшылықтың барша мұсылманның ниеті халыс болу керек деп ойлаймын. Өйткені кімде-кім сол Рамазан оразасын пайғамбарымыздың хадисінде келгендей, "Мен сама шахр Рамадан иманан ва ихтисабан, гуфира лаху ма тақаддама мин замбих", садақа Расулуллах. Кімде-кім Рамазан оразасын шын Аллаға иман келтіріп, Алладан жақсылықты үміт қылып ұстайтын болса, Алла Тағала ең пенделерге бұл дүниедегі ең қымбат дүние, сауабы артып, күнәсі кешірілетін мүмкіндікті Аллахым нәсіп етеді екен, құрметті жамағат. Сондықтан ниетіміз бір Алланың ризалығы үшін болу керектігінде бүгінде тағы да әрбіріміз жүрегіміздің тазалығына аса мән беріп, көңіл беріп, Алла, ниетім халыс өзің үшін, ешбір рияның, мақтаныш үшін, басқа да денсаулық үшін немесе емес, бір Алла өзің ризалығы үшін деген ниетімізді халыс қылайық, құрметті жамағат. Иншалла, сол оразамыз, ниетіміз халыс болған оразамыздың да иншалла берекеті, сауабы да мол болады. Сол оразамыздың да денімізге, ағзамызға беретін пайдасы да, шипасы да болады. Сол оразамыздың да нәпсімізді тежеп, бізді имандылыққа жетіп, әрбір жалға пенденің бойында, барлығымыздың бойымызда табыла беретін кемшіліктерден арылатын боламыз. Әлі бүгінгі таңда барлығымызға үйреншікті болған әдеттер көп, арыла алмай жүрген. Әлі де болса сол әдеттерімізді қаншақты тырыссақ та, әрекет жасасақ та, сол әдеттер бойымыздан қалар емес. Әлгі біздердің көбіндегі арсыздыққа баруымыз, тәкаппарлыққа бой алуымыз, менмендігіміз, ысырапшылдыққа баруымыз, өзімшілдігіміз сынды әртүрлі бүгінгі таңдағы әрбір пенденің бойында табыла беретін осындай істерден иншалла Рамазанның оразасын шын ниет қылсақ, Құдайым сол барлық кемшіліктерден біздерді тазартып, бойымызды кемелдендіретін болады, құрметті жамағат. Иншалла, міне сол Рамазан айымыздың оразасын бүгінде әрбір ақыл есі бар, балағат кәмелет жасына толған балаларымыз, қыздарымыз бар, немерелеріміз бар, иншалла өздеріміз бар. Осы Рамазанның жаңағы айтқанымыздай шарттарына толық сай болсақ, иншалла оразамызды ұстауға ниет қылайық. Өйткені Құранның сол Бақара сүресінің аяттарындағы сөздерде Алланың кәламдарына келгенінде, ей иман келтіргендер, сендер үшін алдыңғы үмбеттерге парыз етілгеніндей Рамазан оразасы сендерге де парыз етілді. Мүмкін тақуалыққа жетесіңдер дейді. Міне иншалла, сондықтан барлығымыздың тақуалыққа сондай кемеңгерлікке жетуіміз осы Рамазан оразасын ұстауымызбенен екен. Әрі осы аяттың жағасында келтіргеніміздей Алла Тағала не дейді? Бірнеше уақыттар бойы, ол жерде 30 күн дейілінбейді. Әйяма маъдуда, белгіленген, шариғаттың шеңбені белгіленген күндерінде ораза ұсталынады. Олар кімдер үшін? Дені сау, сырқаттанбаған адамдар үшін, жолаушы болмаған азаматтар үшін, Рамазанның оразасын ұстау парыз етілген болады. Ал осы науқас болса, жолаушы болса, ол кісілер үшін Рамазаннан қалған күндерінде ораза ұстау міндет етіледі. Оны да ұстай алмаса, фидиясын беріп, жаңағы өтілімін өтеп, кәфаратын төлеуі оған міндеттетіледі, құрметті жамағат. Бірақ біз бір нәрсені жақсы түсінейік. Қаншалықты шариғатымыздың біздерге берген жеңілдігін ескерсек те, Алланың үшін ораза ұстаудың сауабын өте орасан екендігін ұмытпайық. Сол аяттың жағасында тіпті айтады, сырқат бола тұра, жолаушы бола тұра да, فَمَنْ تَتَوَّى خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ деген аятпенен бүкіл осы Рамазан оразасының аятына қатысты сөздерді осы аятпенен тәмамдайды. Яғни мағынасы не? Кімде-кім ізгілікке жетуде, жақсылыққа жетуде ораза ұстайтын болса, ол үшін хайырлы, егер оны ұқсаңдар, білсеңдер дейді. Бүгінде қаншама азаматтарымыз жолаушы болса да, сырқат бола тұрса да, өзіне аса бір сеніңкіремей тұрса да, ораза ұстайын, тәуекел, Алла күш қуат береді дейтіндеріміз, иншалла бүгінгі күнде сырқатынан айығып,
жолаушы болған кезінде де Аллахым өзі күш қуат беріп, сонда бір тазарған пенделерінің жай күйін көріп куәсі болып жүрміз. Мынау адам баласы оразаны ұстаған кезде, ашыққан кездегі халді, күйді, ол әрине қиындық болатындығы, ашыққан кезде адамның бойының күш қуаты, мазасы кетіп, тіпті оның ой күйді, оның былайша айтқанда біздер үшін көңіл күйінің де болмайтындығын білеміз. Тіпті сөйлеуге де адам мұршасы болмайтындығын білеміз. Өйткені ой күй, адамның сөз сөйлеуі, іс-әрекетке баруының барлығы бұл адамның ағзасының жаңағы қатысты амалдар. Яғни адам ашыққан кезде бұлардың барлығы әлсірейді. Ал бірақ Алланың құдіреті, Алла Тағала біздің ағзаларымызды әлсіретсе де, бірақ рухымызды сол арқылы жоғарылатады екен. Міне, бұл бірденен адамның ағзасы қуаттанып, рухтың қуаттануы ол мүмкін нәрсе емес екен. Яғни өмірдегі заңдылықтағы, яғни мәселен қара мен ақ еш уақытта екеуі бірі теңдесі бола алмайды. Яғни біздің бойымыздағы мәселен күнәдан біз арылсақ, сауабымыз арта түседі. Сауабымыз кемейсе, не қылады? Күнәміз көбейе түседі. Сол сияқты адам баласы ораза ұстау арқылы өзінің ағзаларының күш жаңағы былайша айтқанда ораза ұстау әлсірейтін болса, оған сабырлық танытатын болса, адамның рухы қуаттанады екен. Құранда бір аятта келеді: "Ва иннама юаффас сабируна ажрахум биғайри хисаб." Шындығында сабыр еткендер үшін Алла Тағаланың құзырында есепсіз, хисапсыз Алла Тағала нығметтерге бөлейді дейді. Кімдер үшін? Нағыз сабыр еткендер осы ораза ұстағандар емес пе? Нағыз сабыр еткендер осындай күннің ыстығында, ұзақтығында ұстағандар емес пе? Яғни сабыр ететіндер үшін Алла Тағала есепсіз, хисапсыз қияметте иншалла әжір хасанаттарға бөлейді, құрметті жамағат. Және де ораза ұстаған адамдардың Алла Тағаланың басқа ғибадаттардың хадисте келгені күллі хасанатин, яғни әрбір ізгіліктің, жақсылықтың, адам бала жасаған ізгіліктің сауабы 10-нан 700 есе дейін жазылатын болса, илля сауму ана ажзи бихи деп келетін хадистерде айтады, басқа ғибадаттардың бары белгілген бір сауапты мөлшері жазылған болса, оразаның сауабы мен үшін. Алла Тағала бұл дүниеде әлгі берілген сауаптардың межесімен көрсетпейді оразаны. Оразаны барлық ғибадаттардан, өзінің әр ғибадаттың ерекшелігі, қадір қасиеті болса, оразаның қадір қасиетінің ерекшелігі Алла Тағаланың оның сауабын өзі беретіндігі ешкім білмейді. Оразаға қаншақты сауап берілетіндігін ешкім білмейді. Сондықтан құрметті жамағат, бұл біз үшін иншалла әрбір азаматымыз үшін ораза ұстаудың қаншалықты қадірлі, қасиетті екендігін бүгінде жұртшылық оны жақсы түсінеді. Жыл сайын ораза ұстап жүрген азаматтарымыз осы күнді жаңа айтқанымыздай асыға күтеді. Алғашқы күндерінде ол болса да нәпсімізге ауыр соғатындығы хақ. 11 ай бойы еркінсіп жүрген, еркіндікте не жеп, не жеймін, не ішіп, не жеймін демейтін нәпсі бұл айда бірден оны құрықтап, оны аузын тиіп, нәпсін адам баласы тәрбиелеген жанға әрине ол жанымызға батады. Қиналамыз, күрсінеміз, ой күйіміз, халіміз кішкене бір қиындықта, сынақтарға тап болып жатады. Іштегі дерттеріміз қозғалады. Іштегі ауруларымыздың, әбден ұмытқан ауруларымыз қоза бастайды. Бұның барлығы бұл нәпсіге ауыр тиіп жатқанды, құрметті жамағат. Біз жақсы нәрсені, бір нәрсені жақсы қояйық. Адам баласының нәпсінің қиналуы оның кемелденуі деп түсінейік. Нәпсінің қиналуы арқылы еш уақытта біз бұл дүниеде ұтылмаймыз. Мәселен, бір қиындыққа сабыр етсек, адам баласы соған сабыр етсе, одан ұтыла ма? Әлбетте ұтылмайды. Өйткені Алла Тағала бір қиындықтың артында бірнеше жақсылық бар деп жатыр. Ал бір қиындыққа адам баласы төтеп бермесе, шыдай алмаса, ол қиындықтың артында екінші қиындық болатындығын айтады. Ал сол сабырлықтың, оразаның да нәпсімізді тежеу арқылы, иншалла, құрметті жамағатымыз, біздер өзімізді тежеп, нәпсімізді құрықтау арқылы Құдай қаласа кемелденетін боламыз.
жанымызға да қиналсақ та, құрметті бауырларымыз, қызметіміз, жұмысымыз ауыр болса да, иншалла, ораза ұстауда Құранда айтқандай, ораза ұстауларың сендер үшін хайырлы дейді. Тіпті оразаның ішінде сол белгілі бір себептеріменен, сырқатыменен, болмаса жолаушы болған кездегі күндерін басқа айларда мүмкін оның қазасын өтер. Мүмкін сол оразасының жаңа кафаратын, фидиясын берер. Бірақ Рамазанның оразасын ұстаған сауаптай бәрібір де ол сауапқа жете алмайды дейді. Міне, бұл оразаның ерекшелігі, құрметті бауырлар. Аллахым иншалла барлығымызға осындай кемел ораза ұстауымызды нәсіп еткен болсын. Әрине, ораза ұстаудың міне Аллаға шүкірлік биылғы жылда әрбіріміз көп башытқанда нәпсани іс-әрекеттерден, жат қылықтардан, міне бірнеше жыл ораза ұстаған адамдар биылғы жыл иншалла тағы да көптеген жат қылықтардан арылып оразасын ұстауға ниет білдіріп жатыр. Бір нәрсені жақсы білейік, сонша күн бойы ашығып сусаған кезіміздегі оразамызды болар болмас дүниелерменен, болар болмас іс-әрекет кемшіліктерменен, былайша айтқанда күнәларменен оразамыздың сауабын кетіріп алмайық. Әлгі ауаға шашқандай, суды көшеге сепкендей қылып, әлгі құрғап кететіндей халде болмай, құрметті жамағат. Яғни оразамыздың сауабын кетіретін не нәрсе? Ғалымдарымыз айтады, оразаның ең әлгі құрт сияқты жейтін күнәлар бар дейді. Оразаны ұстаған, ораза ұстап жүрген азаматтың, мұсылман баласының әлгі оразасының сауабын жейтін құрт сияқты амалдар бар дейді. Ол қандай амалдар? Біз оны ораза ұстап қиналып, әлгі күні бойы қандай жаңағы жәбірік, былайша айтқанда тауқымет тартамыз. Ал енді соншақты жинаған, маңдай теріменен жинаған сауабымызды кім қалайды? Біреуге артынан ұрлап кетіп жатса, оның қадірін білмей біреу шашып жатса, ар жақтан оны басқалар келіп өз мүддесіне пайдаланып жатса, кім қалайды? Әлбетте адам баласы өзінің маңдай теріменен жасаған еңбегінің жемісін көруін әр азамат қалайды. Сондықтан оразамыздың жемісін көретін әр азамат әлі 5 құрттан сақтануымыз керек. Жеп бара жататын. Ол қандай құрттар? Ең бірінші жалған сөйлемеуден. Жалғандық бұл нағыз ораза ұстаған кісілердің әлгі оразасын сауабын жейтін амал. Жалғансыз өтірік айту. Екінші, ғайбат сөйлеу. Өзгелердің артынан сөз сөйлеп, жамандап, жаңағы ғайбат айтып, күнәларымыздың, тіпті ол ораза емес, бүкіл күнәларымыздан арылып қаламыз. Қияметтегі ең тауқымет тартатын, тығырыққа тірелген адам кім деген айтады ғой? Ол бұл дүниеде адамдарды ғайбаттап, арттарына жаман сөз сөйлеген адамдар, ол оразасынан да намаздан да барлығынан арылып қалады. Тіпті намазы оразасы болмаса, сол адамдардың күнәсін көтеріп алады деген. Бұл оразаның да сол жаңағы құрт сияқты жейтін ең былайша айтқанда өте қатерлі амал. Үшіншісі, былайша айтқанда ешқандай орынсыз шағымдану, ар шағымдану, сөз тасу. Бұл да біздің оразамызды, былайша айтқанда Рамазан айының қадір қасиетінің сауабын кемейтетін жаңағы біздер үшін қауіпті амал. Яғни оразада барынша біреудің айбын ашып, біреудің үстін шағымданып, анау бұндай ет, басқа айларда үндемей жүрген адам осы ораза айында келіп, біреудің атынан ар шағым жазудың өзі үлкен күнә іс, құрметті жамағат. Сондықтан барынша ораза айда адам баласы мейлінше өзінің нәпсіменен, өзінің басыменен, өзінің тіршіліктегі жаңа қара басымен әлек болу керек. Оразамды қалай дұрыс ұстасам, қалай нәпсімді тәрбиелесем деген ойда жүретін болса, иншалла оның рухы асқақтайды. Бұл үшінші жаңағы оразамыз жейтін нәрсе ар шағымдану. Төртінші дейді ғалымдарымыз, оразамыздың сауабын азайтатын төртінші амал жалған уәде беру. Жалған уәде беру, сөзімізде тұрмау, бұндайды сондайды айта салу, жеңілдікпен қарау, бұл оразаның сауабын кетіретін қауіпті амал. Қауіпті былайша айтқанда дұшпан. Ең соңғысы оразамыздың сауабын тып-типыл қылатын біз үшін қатерлі амал біздердің көзіміздің назарын сақтауымыз. Көз назарымызды сақтауымыз бұл
егер де көз зінасын жасайтын болсақ, көз арқылы күнәлі жаңағы адам баласы бар өткен бір уағыздарымызда біз сіздерге айттық. Көздің бұл құпиясы, көздің сыры өте ғаламат. Көз барлық көрген тылсым нәрсенің барлығын өзінің бойына жинай береді. Жақсылық нәрсені көрсе, жақсылықты біздің бойымызға, ол былайша айтқанда запись болып, әлгі біздің бойымызға, жүрегімізге, ақылымызға жазыла береді. Ал көз әр уақытта, мысал ретінде қарайықшы, күні-түні сіз көзіңізбенен бір нәжесті қарай беретін болсаңыз, күні-түні әлі арсыздық қарай беретін болсаңыз, күні-түні көзіңізбен тек қана бір жаман атау нәрселерді көретін болсаңыз, сіздің пайымыңыз да, ақылыңыз да деңгей түсіп кетеді. Тек қана сіз көзіңізбен нені көрсеңіз, соны айтатын болып қаласыз. Көзбен жақсы нәрсені көрсеңіз, Алла Тағаланың құдіретін көрсеңіз, жақсы мұсылман бауырлардың іс-әрекетін көріп, одан ғибрет алсаңыз, көзіңізбен ілім алып, кітап оқысаңыз, көзіңізбенен сол пайдалы дүниелерге көзіңіздің назарын жұмсасаңыз, өйткені көз ұлық нығмет, көзден сұра алмаймыз, құрметті жамағат. Оның көзді қорғап тұратын қаншама Алла Тағала көздің жанындағы ағзалар жаратқан. Тіпті сол көзді ашып жұмудың өзі де көзді сақтаудың қаншама Алла Тағала әрекетін жасап қойған. Суықтарда, ыстарда қорғайтын көз жасын жасап қойған. Біздің бір неміз көз назарымыз сақтауда, ораза кезінде аса мән беретін амалымыз, құрметті жамағат. Міне осы 5 нәрседен сақтанайық, құрметті жамағат. Әлгі екі түрлі кісілердің оразасы бар дейді. Екі түрлі кісілердің оразасы бар. Бірі жалпы қарапайым мұсылмандардың оразасы болса, бірі тақуалы жандардың оразасы дейді. Қарапайым кісілердің оразасы, ол күні бойы оразасын ұстап, бары жаңа шариғат талап еткен нәпсін тиіп, судан, тамақ ішуден тыйылған азаматтардың оразасы болса, екіншісі ол жаңа айтқанымыздай әр түрлі адамның сол ағзамыздың оразасын ұстау арқылы ұстаған кісілердің оразасы, құрметті жамағат. Мынау жалпы енді Рамазан айының келуі барлығымыз үшін өте үлкен қуаныш. Біздің сол ертеректе аталарымыз, бабаларымыз Рамазанды соншалықты күтетіндігін сол бүгінгі таңдағы балаларымыздың жарапазан айтып, үй-үймен аралап, елді халықты сүйіншілеуінің өзінде үлкен тәрбие жатыр. Ертеректе Рамазан айы келді десе, жарапазан айтып, бір ай бойы сондай мерекеге бөлінетін, бүгінгі таңда біздің салт санамыз, дәстүріміз еніп кеткен дүниелер. Бұл да бір Рамазан айына деген ата-бабаларымыздың үлкен іззет, құрмет жамағат. Ал енді бұл Рамазан айының оразасы біз бәріміз білеміз. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның сол хижрет қылғаннан кейін, Меккеден Мәдинаға қоныс аударғаннан кейін, сол алғашқы 2-3 жылдары осы ораза, Рамазан айының оразасы фарыз болды. Оған дейін пайғамбарымыздың сахабалары, басқа да пайғамбарлардың барлығы ораза ұстамады деген ондай түсінік жоқ. Тіпті пайғамбарымыздың өзі білесіздер, әр айдың ортасында, осы Рамазан айына дейін әр айдың ортасында 3 күні ораза ұстайтын болған. Немесе Ашура күндері әлгі Мұса пайғамбардың сол Фирауынның азабынан құтылғандығын еврейлер айтқан кезде, біз сендерге біз Мұсаға сендерден гөрі жақынбыз дегендерінде, яғни пайғамбарымыз сахабаларына Ашура күндеріне ораза ұстауды міндеттегендігі біз бәріміз жақсы білеміз. Ал Рамазан оразасы парыз болғаннан кейін бүкіл барлық оразаның барлығының есесін жапты деген сөз. Бір жылғы біздің ораза ұстай алмасақ та, осы Рамазан айының оразасын ұстау арқылы біз бір жылдық 11 айдың кафаратын өтеген боламыз, былайша айтқанда. 11 айдағы еркіндікке жіберген сол нәпсіміздің есесін бір айда біз хаққысын өтеген боламыз. Бір айда Алла Тағаланың біздерге сол нығметті берген Алла Тағаланың шүкіршілігін, хаққысын өтеген боламыз. Бір айда руханиетімізге, ішкі дүниемізге жаңағы хаққысын берген боламыз. Былайша айтқанда Алла Тағаланың парыз еткен оразасының міндетін, борышын өтеген болып саналамыз, құрметті жамағат. Қазір енді біз көп нәрсені ғылымменен, бүгінгі заманның әртүрлі саладағы жетістіктеріменен пайымдайтын, сол ғылымның деңгейіменен өлшейтін боламыз.
Жалпы өмірдің сонда адам баласы қай заманда ғұмыр кешсе, сол заманның уақытысымен санасып, сол замандағы барлық ерекшеліктерге мән беріп, соның деңгейінде пайымдайды. Бірақ бүгінгі таңда біз көптеген жетістіктерге жетіп жатырмыз. Барлық саладағы техника саласында, ғылым саласында, медицина саласында, ғылым саласында айтарлық көптеген жетістіктерге жетіп жатырмыз. Бірақ сол қаншалық жетістіктерге жетсек те, әлгі барлық технологиялардың, озық технологиялардың мүмкіндігін пайдалансақ та, біз солар арқылы бір қызығы руханиетімізді, ішкі дүниемізді, өзіміздің адами имандылық бағыттағы біз міндетімізді атқара алмайды екенбіз. Былайша айтқанда 11 ай бойы біз мейлі қызмет жасау барысында бар нәрсенің хақысын берейік. Бүкіл осы елімізге, халқымызға былайша айтқанда бар ғылым саласында, медицина саласында бар хақысын берейік. Ал бірақ бір айда адам баласы өзінің ішкі дүниесіндегі хақысын беру міндетті, құрметті жамағат. Былайша айтқанда, сөздермен бұл сөзімді жеткізуіме болады. Қазіргі таңда дейді, озық технологияны меңгердік деп дабыл қаққанымызбенен дейді, оныменен мінез құлықтың көркемдігіне қол жеткізе алмаймыз. Кім айта алады? Мен бір нәрсе техника ойлап таптым, енді мен керемет иман жүзді болдым деп. Айта алмайды. Ол мүмкін, сол салада жетістікке жету мүмкін. Бірақ адами тұрғыда оның көркем мінездігіне, оның имандылығына аса бір айтарлықтай бір қор жиналмайды. Көңілді кірбің шалатын, сананы тұрмыс билеп кететін кезеңдерді кездестіріп бүгінде жатырмыз. Жалпы айтқанда, мынау жаңа айтқанымыздай, бүгінгі адам баласына көбінде барлығымыздың бойына табылатын жаңа кемшіліктерді атадық. Тағы да осы сол кемшіліктерді мен айта кеткім келіп отыр. Ашушаңдық, бүгінде барлығымыз бір мазасыз, сабырсыз болып бара жатырмыз. Солай ма? Сәл бір нәрсе болса, ашуға бой беріп, өз-өзімізді кейде ұстай алмай, әртүрлі іс-әрекеттерге кейде барып қойып жатамыз. Бұл барлығымыздың бойында бүгінде табылып жатыр. Өйткені бүгінгі мынау сананы, былайша айтқанда бүгінде тіршілік билеген уақытта адам баласын руханияттен азғыр, былайша айтқанда алыстатып, бізді не қылып жатыр? Көбіне материалдық жаққа қарай бейімдеп жатқан кезеңде, бұл тағы да болса бір оразаның біздерді, «Ей пенде, сен Алланың құлысың, сен Алланың алдында борышыңды, міндетің бар. Сен нәпсіңді ғана қамын ойлама, рухыңды қамын ойла. Сен тек нәпсіден жаратылған болсақ, бүгінде біз нәпсіден жаратылған болсақ, біздің хайуаннан, басқа тіршілік иелерінен не айырмашылығымыз бар? Сонда бізді ақыл иесі бүкіл жаратылыстың ардақтысы етіп Алла Тағала жаратқаннан кейін, осы бір мезгіл жаңағы айтқанымда рухымыздың да хақысын беру бүгінгі таңда біздің міндетіміз. Яғни жаңа бояп жатқан ашушаңдық мінезді айтайық. Оның ішінде сабырсыздық, дұрыс па? Бүгінде сабырсыздық деген көпшілігіміздің бойымызда бар. Оразада адам баласы енді ашыққаннан ба, күші кеткеннен ба, амал жоқтан айтар сабыр етеді. Қой, оразамын ғой, тиіше отырайын дейді. Бұның өзі тәрбиелеп жатыр. Сол бір жаман сөз айтуыңыздан не қылып жатыр? Ораза сіздің бойыңызда күш қуатты кішкене тежеп, тіліңіздегі күнде жаңағы сайрап тұратын тіліңіздің де күш қуатын алып қойды Алла Тағала. Бұның өзі тәрбиелеп жатыр. Бір болса да бір әлгі сәттегі сіздің жаман сөз айтуыңыздан ораза тежеп тәрбиелеп жатыр. Қараңызшы. Одан кейін қанағатсыздық. Бүгінде жаңағы кең өріс алып жатыр, жаңағы бар ол нәрсе бүгінде. Сонымен қатар мінез құлықтың көркемдігіне былайша айтқанда бүгінгі таңда мына сараңдық, қызғаныштық секілді болмысымызды бұзатын әдеттердің жат екенін білсек те, адамзат баласы бұл нәрселерге бүгінде бой алдырып жатады. Ең ұрымтал тұста пайдаланып ұтымды тәрбие беретін оразаның негізгі мәні де осында жатыр дейді. Міне бұл ғалымдарымыздың бүгінгі таңдағы айтқан сондай бір пайдалы да барлығымызға керекті дүниелер, құрметті жамағат. Иншалла, мынау ораза ұстаған адамның иншалла бұл дүниедегі қуанышын бәріміз білеміз. Ертең иншалла сол қуаныштың алғашқы күніне бөленеміз. Рамазан айы кірді дегенің өзі үлкен қуаныш емес пе? Періштелердің Рамазан айын келуімен қуанғанын адам баласы білсе, біздің деңгейіміз көкке жетеді, құрметті жамағат. Не үшін қуанады періштелер? Ораза біздерге парыз етілген. Періштелердің қуанату себебі дейді, адам балалары сәл болсын күнәдан арылып, күнә істеуден тыйылып, Алла Тағала жақын болғанда қуанады екен ғой.
Яғни күні түні біздердің сол хақ ақиқатқа келуімізге, хидаятқа келуімізге періштелер тілеуші отырады. Рамазан айындағы періштелердің қуануы міне жер бетіне келіп, қадір түнінде, ұлы күндерде келіп, бүкіл үмбет үшін, адам зат үшін дұға тілеулер періштелер үшін үлкен қуаныш екен, құрметті жамағат. Міне сондай қуаныштардың бірі бұл дүниедегі сол ауызашарымыз. Дұрыс па? Ауызашар кезінде біз неге тамаққа жеттік пе, суға жеттік пе деп мүмкін қуанармыз. Ол да қажет шығар. Бірақ ең басты қуанғанымыз Рамазанның бір күнгі оразасын шыдап, нәпсімізді тежеп, иншалла сол сауапқа кенелгендігімізге қуанбаймыз ба? Дұрыс па, құрметті жамағат? Екінші қуанышымыз әлбетте Алла Тағаланың ас-сауму ли ва ана аджзи бихи деген уәдеге жетуіміз. Яғни ораза мен үшін, оның сауабын. Бұл неде барлығымыз ораза ұстаймыз. Бірақ қияметте біріміздің оразамыздың деңгейіміздің артық болған жараса, мәртебеміз кішкене дәрежеміз жоғары тұрады екен. Біріміз сәл содан кейінірек тұрамыз. Сол кезде ей, қап сол ораза ұстаппын ау. Бірақ мынау нәрселерге тіліме, көзіме, басқа ағзаларымның оразасына мән бермеппін ау деп пүшәймандардың қатарынан болмай, құрметті жамағат. Сол кезде екінші қуанышымызға жеткен кезде жәннаттағы барлық ораза ұстайтындардың барлығы жәннатқа кіріңдер деген Райян жаңағы есігінен кіріп қалған кезде ең соңғы кіріп жүрмейік. Алғашқылардан болып кіретіндер Рамазанның оразасын кемел ұстағандар екен. Ең соңғылардан кіретін әйтеуір шарасыздан ораза ұстап, әйтеуір ой қиналдым, ораза бітті ме дейтіндер кіреді екен, ілмейіп. Мейлі, оған да шүкір дейміз. Сондықтан бұл дүниеде қаншақты оразамызды кемел ұстаса, иншалла соншақты қияметті дәрежеге кенелеміз, құрметті жамағат. Сол ауызашарларда барлығымыз қуанатын сәтке ертең Аллахым нәсіп етсін дейміз. Енді Аллаға шүкірлік, бұл ауызашардың өзінің бір бүгінгі таңда керемет бір үрдіс, өте жақсы бір үрдіс елімізде жаңағы ерең етең алып жатыр. Ол деген сөз ағайын туыстар, көрші-қолаңдар, керемет ауызашар дастарханда мәз мейрам болып, сол бұрындары ораза ұстамаған кісілердің өздері осы ауызашардың бір қадір қасиетіне керемет сондай бір жақсы баға беріп жатады. Яғни керемет нәрсе екен ғой, мына ауызашарға қатысып, ағайын күнде ағайын достарымыз көргеннен кейін, көрші-қолаңдарымыз көргеннен кейін, бұрын жақын болса, одан да қатты жақын болып кеттік деген сияқты сондай жаңағы қуаныштармен бөлісіп жатады. Иншалла биыл сондай ауызашарларда барлығымыз бірімізді қонаққа шақырып, мүмкіндігі барларымыз ауызашарлар ұйымдастырып, көшелерде, сол тұратын тұрғылықты үйлерімізде көрші-қолаңдарымызға, ағайын туыстарымызға ауызашар беруді үлкен сауапты істің иншалла басқасында табылайық барлығымыз. Иншалла, өйткені ораза ұстаған адамға қаншалық сауап берілетін болса, Алла Тағала сол сауапты да бір ауызашар беріп, ораза ұстаған адамның сауабын алғанға да сол сауапты Алла Тағала беріп қояды екен ғой, құрметті жамағат. Иншалла. Бұл ораза ұстап, Рамазан айын қадірлеп, ауызашар бергендерге осындай сауап беріледі, құрметті жамағат. Міне, Құда қаласа, бүгін жұма күні Алла бұйырса, Рамазан айының алғашы ең бірінші орындалатын амал қайсы? Таравих намаз. Міне, ораза қашан басталады десе, міне бүгін таравих оқимыз, ертең Рамазан айы деп біздер жаңағы сондай ізгі ниетпен өзген осы таравих намазын оқып Рамазан айының есігін жаңағы кірісеміз. Өйткені таравих намазы түні бойы құлшылық жасап, сәресіге тұрып, сәресімізді ішіп, ниет білдіру үлкен сауапты амал, құрметті жамағат. Құда қаласа, жылдағы дәстүріміз бойынша биыл да иншалла сол таравих намаздарымыз барлық мешіттерімізде оқылады ол болса да, бірақ қаламыздың үлкен осындай халық жиналатын мешіттерімізде хатым Құрандар түсіріледі. Биыл да өзіміздің облыстық мешітімізде, қалалық жаңадан бой көтерген Кеңес хан қажы мешітімізде, 7-ші мөлтек ықшам аудандағы Әзірет Әли мешітінде, Дәуіріш ата мешітімізде, одан кейін мынау қаламыздың шетіндегі бірнеше мешіттерімізде хатым Құран түсірілетін болады. Біз енді жылдағы жамағаттың сұранысы бойынша биыл Құда қаласа жамағаттың сол кешкі тәрәбі намаздан өткен хатым Құран білесіздер, кешірақ бітеді. Биыл 15 күнде бітірсек деген иншалла ниетпенен Құда қаласа күнде 2 парадан оқитын боламыз. Ол енді 12-лер шамасында бітетін болса, сол арнайы осы енді көлік барлар өз көліктермен болса да ол үйлеріне қайтады, бірақ
көлік жоқ, қиын ары бері келіп кетулеріне қиындық туған азаматтарымызға арнайы осы мешіттерімізден, осы біздің мешіттен және де қалалық Кеңесхан мешітінен арнайы қоғамдық көліктер, автобустар қатынайтын болады. Енді біздің мешітімізде қатынайтын көліктер құда қаласа біздің микрорайон тараптарына жүретін болады, және де Кирова көшесінің бойынан Асанбай Асқаров көшесінің бойына дейін, соңына дейін баратын болады. Ал Кеңесхан қажы мешітіне баратын кешкі тәрәбі намазына қатысатын азаматтарымыз, егер де мынау Залинеден дәліне Қарасу бар, сол жақтағы алқаптағы елдер қатынайтын болса, Кеңесхан қажының мешітіне тарауих намаздарынан қатысып, сол автобустарменен үйлеріне кешкі уақытта жетіп алуларына мүмкіндік бар, құрметті жамағат. Иншалла, енді Рамазан айының барысында көптеген тағы да жақсы істеріміз бойынша сіздерге айтатын боламыз. Иншалла, ең басты ертең оразамызды, шын ниет ықыласымызбен оразамызды бастайық. Тәрәбі намазымызға бүгін барлығымыз бірізгілікте қатысайық, иншалла. Аллах Тағала сондай мүмкіндіктерді берген, күш-қуат берген Алла Тағала сол Рамазанның да барлық ізгіліктерінде бас қосуымызды нәсіп етсін. Ва ахиру дауан алхамдулиллахи раббил аламин. Ва саллаллаху тағала Мухаммадин ва аля алихи ва сахби ажмаин. Я Раббым, біздерді Рамазан айына жеткізіп, сол Рамазанның оразасын кемел ұстап, бойымызға қуат, жүрегімізге иман, күнәларымызды мағфирет етуді Аллахымыздың нәсіп ет. Иншалла, барша елімізге осы Рамазан айының шарапатыменен құт береке, жақсылық, нұрыңды, шапағатыңды бергейсің, я Раббым. Әрбір отбасыларымызға мереке, шаттық, қуаныш бергейсің. Ниет дұғаларыңызды, Рамазан айында беретін ауызашарларыңызды, беретін зекеттеріңізді, иншалла Рамазан айында беріп жататын пітір садақаларыңызды, иншаллахым Аллахым қабыл еткен болсын. Ва саллаллаху тағала Мухаммадин ва аля алихи ва сахби ажмаин. Амин. Аллаху акбар.